Ondan жасалу керек. Міне. Енді солға мысалы. При напряжении выдох. Ха. Ха. Лопатка должна соединиться. Здравствуй, здравствуй, деп амандасу керек лопатка. Бір, екі, здравствуй. О, көрдің бе? Біздің ауылға келгенде 29 жаста. 29 жастағы бұлшық бұлдаған жас жігіт осы барлық күш жігер сыртына теуіп тұр. Оның келе салысымен не жасады? Стадион жасады. Ол стадион өз алдында бөлек әңгіме. Талдарды қопарып жасаған стадионы 3-4 дүркін жаңағы не жасады? Облыстық турнир өткізді. Жаңа шағын ауылда, енді адағы шағын ауылда. Және одан кейін бұл кісінің тағы таңғалатының бүкіл ауыл осы кісіге табынады. Директор емес, осы кісіге. Ал бірдеңе болып қалатын болса, Әнұрек Сұлтановичқа айтамыз. Әнұрек Сұлтановичқа айтамыз. Сол өзі как участковый сияқты болды ғой бұл кісі. Бәрін реттейтін, ұрыларды ұстамаса соғысын, бәрін орнына қоятын осы кісі. Тек қана спорт саласы емес. Жалпы бүкіл қоғамдық рухани өміріне адамның ауылдың үлкен өзгеріс әкелді ол кісі. Кәдімгідей жаңағы талпынып бәрі спортпен айналысып, бұрынғыдай жаңағы темекі тартатындар бұрыш-бұрышқа сағалап кетті. Ал нелер кәдімгідей өте үлкен жақсы жұмыс жасады бұл кісі, шынын айту керек. Анвар ағамыз деп жатырмыз ғой, ол кісінің осы жаңағы Жамбыл поселкесінде көп балалар тәрбиелеп, осындай жасқа келсе де 80-нен асса да оқушылар көп. Біз ол кісімен мақтамаймыз, мақтанамыз. Елдің бәрі білет. Спортқа деген жанын берген кісі, спортқа деген балаларды осылай тәрбиелеген балалар көп, оқушылар көп. Әрдайым ол кісінің жанында біз әңгімесін естіп бір нәр аламыз. Мен енді осы Жамбыл ауылдық округінің әкімі болғалы Әнұрек Сұлтановичпен танысып, екеуміз жақсы жұмыс атқарып жатырмыз ел үшін. Ағамыздың осы ауылда алатын орны өте үлкен ақсақал, бәрі тыңдайды, бәрі осы кісіден келіп ақыл сұрайды. Заслуженный тренер болды, мектеп директоры болды. Ол ағамыз тек қана бапкер емес, ол ағамыз білім саласының үздігі,
әнші, ақын, композитор, өзі өлең шығарады, өзі өлең айтады. Ауылдың дамуына қосып жатқан үлесі ұшан теңіз. Осы қаншама еңбек жасап жатыр, ақсақалдардың басын біріктіріп жатыр, жастарға үлкен өнеге көрсетіп жатыр, олардың бәрін дұрыс жолға қойып жатыр. Енді ауыл ол кісіні таниды, ол кісіні құрметтейді. Тек қана ауыл емес, бүкіл Қарасай ауданы ағамызды құрметтеп биікке шығарып тұрады әрдайым. Әжем мені тәрбиелеген Сыбан. Міне Сыбан менің әжем. Бибінұр Сапарбай қызы де. Әкеңіздің шешесі ме? Жоқ, шешем шешесі. Осы кісінің тәрбиесін өткен. Әке шешем. Әкем десантный войскада служить еткен. Участник войны. Орден Великой Отечественной войны, Сталин ордендері бар. 1913 жылы туған. 75 жасында өмірден қайтты. Давлениеден қайтты. Сергопілде, Таскескен, Шыңғожада, Ақшиде трактордың бригадасы болып жұмыс істеді. Нағыз коммунист, таза, әдемі ақсақал. Болған 1989 жылы шақырып көшіріп алды үшірге. Апаны шақырып. Апан аягөзі зам главврач болып істеді. Главный педиатр болып беделді. Дәрігер ғой, беделді дәрігер. Бұнау әрбір жарысты бір не береді. Қасқанда жарыстарға бергенде значоктар ғой. Сол значок бергенде. Мен енді Семей облысының 15 дүркін чемпионы болғам. Грек-рим күресінен, еркін күрестен де чемпион болдым. Қазақша күрестің абсолютный чемпионы болдым 72 жылы шарда. Қазір менің атымда турнир өтіп отырады. Өлең шығарам деп, бірақ қара сөздер. Өлеңмен шұғылданам. Соны кейін, мұна қазір альбомдардың мәселесі бізге ана жақта толып жатыр. Мұна менің жаңадан шығарған альбомым, өзімнің заводымнан шыққан. Міне қараңыз. Мұна өмір баяным міне. Міне үлкенді жиналыста отырғаным. Міне өмір баяным. Міне. Мынау семья, мынау турнирім. Мынау аягөздің құрметті азабет берген несі. Міне, Үшкемпировпен кездесу. Міне, Үшкемпировқа келген шапаным. Міне, Үшкемпировпен екеуміз құшақтасып тұрғанымыз. Міне. Міне, Дәулеттің мамасы. Міне. Мынау Қайрат мені сағынып қапты, құшақтап кеп, бетіме сүйіп жатқан езі. Мен ұстаз ретінде тек қана күреспен шұғылданған жоқпын. Мен барлық спорттарда мен шұғылдандым. Гимнастикадан да менің чемпиондарым бар. Баскетболдан чемпион бар. Штангеден чемпион. Лёк атлетиканың әрбір түрінен чемпиондарым болды. Кандидат мастер спортшыларым бар. Сондықтан Қазақстанда ең бірінші ұстаздың артында Қазақстанға еңбек сіңірген ұстаз бапкер деген атақты маған бірінші нөмірмен мен алғам. Әнуарбек Сұлтанов, Қазақстан. Ол газетте жазылған. Мен мына ұстаз ретінде районның, облыстың, республиканың, союздың, Россияның печеньясын ұтқан жігітпін. Өзім методикаларымды көрсетіп, таратып, сол өзімді сондықтан маған елдің көзінше Қазақстандағы ең күшті ұстаз деген мақтаныш газетке журнал жазған. Гүлназаров Анатолий деген министріміз болды спорттан. Сол кісі мені шақырды зам министрлікке Қазақстанда басқаруға. Соған барайын деп едім. Ол уақытта Азия өтті бұл жақта. Соған әйелім ұқсат беріп, балам ұқсат бермейді, тиш жасыңыз келді, мына спортзал салып берем, өшеде шұғылдан деп, осы спортзалды сол себепкер болып салып берді. Ан жақта сауның бұншасы бар.
Сонан кейін күресті қойып штангамен шұғылдандым. Штангадан республикалық турнирдің чемпионы дайындап шығардым. Кандидат мастерлар дайындап, республиканың чемпиондарын дайындадым. Одан кейін жарысқа шығару өте мүмкіншілік болмады, себебі мына жерде ата-аналар ақша бермейді, ақша жоқ. Содан кейін мен мына осы балаларды емдеу, балалардың мүсінін түзеу мен шұғылдандым. Қазір сол дене тәрбие, осы жаттығу арқылы балаларды тәрбиелеп, осы жетістікке жеткізіп жатырмын. Денелерін, мүсіндерін түзеп. Талай ауруларды да осы жаттығулар емдеп шықты. Осы дене тәрбиесінің жаттығулардың пайдасы өте зор. Барлық адамдарға, қазір мен 85-ке келдім, әлі үшін таңертең 1 сағат, кешке 1 сағат әбетте байбішем екеуміз шұғылданамыз. Мынандай қазір 100 рет отжимание жасаймын. Жаттығуды жасаймын. 85 маған бермеді, 65-75 берді. 70 еді. Маған келеді қазір физически слабый, больные дети, ауру балалар. Солардың барлығын қазір атлетический гимнастикамен шұғылданып, міне мынандай болады. Мысалы, міне бала мынандай, келген баланың түрі мынандай. Міне. Ал одан кейінгі 3 ай, 1 айдан кейін мынандай болып шығады, міне. Душа и тело, помоги себе сами. Мынандай жігіт болып шығу үшін жасаған программам. Первый шаги новичка, бірінші шаги, одан кейінгі 2-ші курс, 3-ші курс, 4-ші курс, осы өткен балалар анандай жігіт болып шығады, жаңағындай жігіт болып шығады. Осы программамен Ермахан Ибраев олимпийский чемпион боксын кандидатский защищать етіп алған. Оның руководителі менің сокурсникім Хаус Станислав болды. Ермаханмен де 3 сағатта сөйлестік, 3 күн бірге болдық, Аягөзде. Сонда бәрін түсіндіріп айтқам. Біріншісі кандидат екіншісі мастер спорта греко-римский борьбадан Аягөздің бірінші спорт шебері. Айтқазы Талжаров, город Аягөз, Аягөз қаласы. Ортасындағы мен, мұна Абдулин Мұхтар деген менің жалғаушым, Қазақстан еңбек сіңірген бапкер, Фила күміс медалімен аяқталған. Астындағы мен немерелерім. Қожағат Нұрлан, әлем чемпионы, одан кейінгі жар болып, әлем чемпионы, соның Қайратов, Азия чемпионы, Картиков. Қазір бұлар мұнау Семейде, Өскеменде тренер болып істейді. Құрметті менің өте жақсы көретін шәкірттерім 1964 жылдан бастап 2025 жылға шейін менен дәріс алған шәкірттеріме, менен Әнуарбек Сұлтанов ұстазына мың сәлем жолдап отырмын. Сендерді бәріңді өте жақсы көрем. Міне барлықтарың альбомда суреттерің бар, аттарың шейін, фамилиялар шейін білемін. Сендерді жақсы көрендігім сондықтан, міне менің бақытым, менің шәкіртім деген кітап жаздым. Сендердің арқаларында мен қазір әлемге қалқыма танымал ұстаз бапкер болып жүрмін. Дендеріңе саулық тілеймін, бастарыңа бақыт тілеймін, семьяларыңда әр уақытта қуаныш болсын деп, сендерге шын жүрегімнен сағыныштық сәлемімді жолдап отырмын. Аман болайық. Төсіңде айдың, өсіңде таулар, самғайды сұлу әсем аққулар, ұшады талмай әлемді шарлай, тосады оны
әсем аққулар. Әлемді шарлай талмайды олар, қолыңнан әуен жалғасып жатар. Арайлы таңның нұрына шомып, сезімді тербеп, әсем ән салар. Аққулар көктемнің гүліндей арманға аңсайды, қарайды